Сол Таласбекті сол үлкен адамдар өздерінің әрқайсы өз өнерін Таласбекке бергісі келді да, соның ішінде жауынгерлік өнерге де бағыштады. Кәдімгідей, әрине жас рэп, өйткені ол 60-шы жылдар кәдімгідей колхоз қой. Мысалы Таласбек айтады, анау тарихи кинолардан көреміз, батыста Ресейде қылаштасу үйренгенде адамдар анау сабаннан чучело құршақ жасап қояды да, соны шабады. Таласбек айтушы қазақтар мынау саз балшықтан да чучело сияқты дәу құршақ жасап қояды, соны дейді қылыштап тұрасың. Сонда дейді маңызы сол, сен бір өткенде ананы кесіп өтесің да, бірақ ол өз орнында қалу керек. Я суға, былай белден суға өзенге қойып қояды, жас кезі ғой, қылыштап тұрады. Сөйтіп үйренген екен қазақтар. Сондай тәсілдер болды. Соның бір жұрнағын Таласбек анда-санда бір есіне түсіп шай үстінде әңгіме айтып беретін еді. Мынау сосын Алматыда ағайынды Құлменовтар ұсталар болды, достары болды. Соларда қару кино анда мында музейлерге қару соққанда солармен бірге шығатын еді. Сол ұстау өнері туралы Таласбектің Талтүс әңгіме романында көп нәрсе айтылған.